Сәлем досым, мен бүгін сырный конвертик жасаймын. Жасау жолы өте оңай, әрі өте дәмді. Лавашты өзім жасадым. Лаваштың рецептін келесі видеода көргіңіз келсе, комментария жазыңыз. Бізге екі түрлі сыр керек. Сіз өзіңіздің жақсы көретін сырыңызды пайдалансаңыз болады. Ораймыз. Жасау жолы өте оңай. Үйде балаларыңызбен бірге жасасаңыздар болады. Достар, майды алдын ала қыздырып қоямыз. Конверттарымызды қуырамыз. Әдемі сары түс болған кезде аударамыз. Мен конвертикті жұмасына 2 рет жасаймын. Біз жақсы көреміз. Иісін-ай, бұрқырап тұр. Бес минуттың ішінде сырный конвертигіміз дайын. Сырты хрустящий, іші жұп-жұмсақ сыр. Достар, каналға тіркелеміз, лайк басамыз, комментария жазамыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.